Жаңарқаның бал татитын қымызы бар еді. Брендке айналған етінің өзі елдің аузында, бірақ мұндағы жұртшылық биыл қымыран шайқап, саумал сапыратындай күйде емес, себебі қар қалың түсіп, күн райы құбылып шаруаларды әбден титықтатып қойды. Мал неден қырылды? Қарапайым қарашамен жауапты биліктің ақпараты неге үйлеспейді? Арнайы жоба Ұлытау облысына арнайы келді. Жаңарқа жұрты жылқы малы жаппай қырылып жатыр деп дабыл қаққалы 1,5 айдан асты. Арқадағы ауа райы бірде жылымық, бірде қақап шаруаларды әбден сенделтіп қойды. Аудандағы Қамбар ата тұқымы тебіндей алмай арам қатты. Дені құлын тастаған, ал аман шыққандары көтерем. Аудан маңындағы қыстақтарға бағытталдық бірден. Мағауи ақсақалды қасымызға алып тарихты сөйлеттік. Ауыл шаруашылығы саласының ардагері осы жасында жылқы малының бұлай жаппай қырылуын көрмеген. Бұндай жағдай болып көрген жоқ, биылғыдай жағдай. Желтоқсан айында, мынау қаңтар айында да өте көп жауды жаңбыр. Жаңбырдың жауы нәубеттің басы деген сөз бар ғой. Нәубеттің басы. Мінекей сол нәубеттің зардабын шегіп жатырмыз. Мал өлімі болып жатыр. Енді әр адам өзінің жаңағы даладағы жылқысын үйіне келіп, қолынан келгенін жасап жатыр. Көп замай жер-жерде шашылып жатқан өлекселер көзге түсті бірден. Әр жерінде бір бастан, екі бастан осындай өлген жылқылардың өлекселері жатыр. Міне, мына жерде екеу, ар жағында тағы біреу бар. Бауыржан Салжанов 4 түлігін талайдан осы қоянды қыстағында ұстайды. 170-ге жоқ жылқыдан 20 шақтысы қыстан аман шықпапты. Жылы жерге әкеліп, әлдендіріп, емдеп те көрген шаруа. Біз осы мынау тайларды, байталдарды ішін ашып көрдік, екі өкпесі қарайып кеткен. Қол бәрін берсенде, ол одан айықпайды одан. Айықпайды. Өлетін мал, жылқы малы өледі екен. Көз жанары кетіп қалады, артынан барып өледі. Шаруа қыс азығын жылдағыдай жинаған, бірақ жұғымда болмады. Биыл қыс әдеттегіден қатты. Мал біткен қолға қарап, әзірге қалған жем шөбі осы бір жөкім. Мұның өзі әрі кетсе 4-5 күнге талға жау. Шөптің жинағамыз қысқа, жылқыға да арнап шөп шабылды. 1,5 ай жылқыға шөп шаштық қой, биылғы осы мынау. Январдың ортасынан бастап. Енді 4-5 күнге жететін шөп қалды енді осы жерде. Содан кейін арасында кебек беріп, жем беріп, малға қыстан шығамыз, амалдап қыстан шығамыз ба деп отырмыз енді. Қанша бас мал тұр ағамда? Мынадегі бір 20 шақты бас мал тұр ғой енді. Биыл енді Жаңарқаның қымызын іше аламыз ба? Енді бұйыртса оны жем шөбі аздау. Әзір қымызды ойлайтындай жағдайларыңыз болып жатыр. Әзір ондайға бірінші мал жанды бағып алып, осы қыстан шығу жағын ойластырсақ бір сосын одан кейін енді бұйырғаны бола жатыр. Бәрі бес болады деп айта алмаймыз мынандай жағдайда. Бәрі жақсы болып кетеді деп айта алмаймыз. Биылғы жылдарда астықтың несі үшінші категориялы болды. Мысалы, ондайларды бидайларды мысалы арзан бағамен беру керек болар ма еді жаңдай. Үкіметтің берген субсидиясын тиімсіз жұмсады деп шаруаларға 47 тигендері бар. Елдос Қалжанов қысқа 300 тонна шөптің қорымен қамданған, бірақ тез таусылды. Қазір өңірде сатып алатын да шөп жоқ дейді шаруа. Қызылорданың жоңышқысына күндері қарап отыр. Қысқа деп сақтаған шөбіміз бар 300 тонна. Соны 15 күн ішінде шашып тастадық. Жылқымыз осы құл тастамасын, аман қалсын дегендей. Осы жоңышқаны 30-тен сатып алып жатыр. Bir штугі 2000 теңгеден. Қазір мұнда? Қазір мына жерде 370 штук тұр. 15 бие, бір 16-17 бас жабағы кетті. Әліміз кеңеше өлтірмеуге тырыстық енді. Бір ғана Байдалы би ауылында Қамбар ата тұқымының шамамен 3000-ға тартасы бар дейді мұндағы шаруалар. Оның тым жоқ дегенде осы қыста 200-300 басы тоңғатқан жерде тебіндей алмай өлген. Бұл бейресми дерек Ұлытау облысындағы бір ғана ауылдың статистикасы. Ал ауыл шаруашылық министрлігі тұтас облыс аумағында небәрі 67 бас мал аштан өлді дегенді айтады. Қайсына сенеміз? Жаппай мал өлімі фактілері енді тіркеліп отырған жоқ. Мал өлімі фактілері Солтүстік Қазақстан облысында 35 бас болды. Ақмола облысында 117 бас жылқы, Ақтөбе облысында 7 бас, Ұлытау облысында 67 бас және Шығыс Қазақстан облысында
6 бас өлім жітімі тіркелген болатын. Қанат Қожықаевтың аудан әкімдігі лауазымына тағайындалғанына 1 жылда болмапты. Ауыл шаруашылығы министрлігі айтып отырған сандардың шындыққа жанасатынын әкім де құптайды. Шынайы көрсеткіш бұдан бірнеше есе көп болмаса, аз емес екенде жоққа шығармайды. Нақты шығын санын шаруалар жасырып отыр. Бұл біріншіден. Екіншіден, тарыдай шашылған өлекселерді қалың қар басып қалғандықтан бір жерге жинақтауда оңайға соғар емес екенін айтады. Ол үшін техника күші, жұмыскерлер қажет. Айналып келгенде әңгіменің төркіні қаражатқа келіп тіреледі. Шығынның 70%-ы жас малдар. Өйткені олар толық жетіліп, толық өзінің жерден шөбін алып, қоңын ала алмай қалған малдар қысқаға шыдай алмай қалды. Не себеп? Себебі жайылым жетпейді. Бізде қазір 300 мыңдай жылқы бар дейміз. 300 мың басты 15 гектарға көбейтсеңіз бізге 4,5 миллион гектар жер құр жылқыға ғана керек. Одан бөлек бізде 78 мың бас сиыр бар. Оғанда 15 мың гектар есептеп қойыңыз. Жаңарқанның жер жетпейтіні бүкіл малға. Өңірдегі ресми тіркелген 584 кәсіпкерге өткен жылы 740 миллион теңге субсидия берілген. Шаруа қожалықтары осы қаражатқа малын жайлап, азығын сайлап қоюы тиіс еді дегенді әкім де, министрліктің өкілі де айтып қалды. Бірақ қалай алып қарасаң да мүлде аз дейді дала еңбеккерлері. Шенеуніктердің айтып отырғандары, мысалы, біз мемлекеттік қолдау жасадық, субсидия бөлдік дейді, бірақ оның артында екінші сұрақ бар. Қанша адам сол субсидияға қол жеткізе алды? Субсидияның ережелерінде көрсетілген, мысалы, 50 жылқыдан көп болса ғана субсидия ала алады деген. Жалпы 83% жылқы субсидия ала алмайды. Қайша шенеуніктер айтып, біз мемлекет тарапынан көмек бердік, субсидия бердік, мал азығын дайындау керек еді, өздері дайындаған жоқ деп айтса да, 17%-ға 6 жылқының біреуіне ғана субсидия жетеді. 4 түліктің аштан бұратылып өлуі аймақтағы бір емес, бірнеше проблеманың бетін ашты. Жайылымның жетіспеуі бұл бір. Әр ауылға айтамыз, ағайын, мұнан былай, жерлердің көлемдері мұнандай, мынаған сыймайсыздар. Қаншама адамдар білем, мысалы, барып сұраймыз, неше бас малым бар? Бір 2-3 айлық үйім бар. Нешеуі тіркеуде бар десем, бәрі субсидия алып жатқан жоқ қой, 10 шақтысын тіркей саған дейді. Міне, бізде картина осы қазір. Ақшасы дейтін болсаң, ақшасы да көп емес. Қарап отырсаңыз, 1000 теңге болса да бар ғой, 1000 теңге болса да, 100 жылқыңыз болса, 100 мың теңге. Мен айттым ғой, бір жабағы өліп те қалды, мысалы, 200 мың теңге бір жабағы. Екіншіден, кез келген шаруа қолындағы бар малын таңбалауға міндетті деген заң бар. Ұлытау облысындағы Жаңаарқа ауданын білеміз ғой, өте жылқыға бай ел. Бұл жерде көбісі малын тіркемейді, сәйкесінше малдың басы өсіп жатыр. Бірақ та жаңағы министрліктен барған мамандар көріп отыр, ол малдың, жаңағы өлген малдардың барлығы дерлік тіркелмеген, арнайы тавро белгілері жоқ. Сондықтан да ол мал иелерін жаңағы анықтауда мүмкін емес. Үшіншіден, елді мекендердің айналасындағы шабындықтардың әбден тозығы жеткен. Қазақтың жерді қай жерден алғысы келеді? Ол елді мекенге жақын жерден алғысы келеді. Барлығының, ал егер дұрыс мал бағып, малдың санын өсіремін десе, жаңа біздер айттық қой, 187 миллион гектар бізде жайылым жер бар, соның тек қана 82 миллион гектар жері қазір бізде айналымда. Қалғаны айналымға қосылмаған. Не себепті? Себебі бұл жерде ең басты мәселе су жоқ. Инфраструктура жоқ, су жоқ. Міне, осында мәселе. Ауданда жемнің бағасы 1600-1800 теңгеден беріліп жатыр. Одан қалды қалың қарды аршуға арнайы техника бөлінген, қолдан келер қайран осы ғана. Бірақ өлген мал басы чиптелмегендіктен өтемақы төленбейді, төтенше жағдайда жарияланбайды деп кесіп айтты әкім. Оның себебі бірінші кезекте төтенше жариялану үшін мал бір белгілі бір індет аурудан өлетін болса, тұрғын халыққа, адамның өміріне қауіп төнетін болса, сондай жағдайда ғана төтенше жағдай жарияланады. Ал бұл жерде адамға қауіп жоқ. Жабағымын. Ұлытау облысынан бөлек еліміздің тағы бір қатар өңірінде ірі қара қырылғанын білеміз. Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстарымен қатар шығыста да ахуал алаңдатарлық. Бір ғана Ақмола облысында жыл басынан бері 170 бас жылқы арам қатқан. Қыстан дымқа шыққан жануар көктемде көкке аузы тиген соңда күй жинауы екі талай. Акимат та біз ештеңе істей алмаймыз. Біз енді үкіметтен, мемлекеттен көмек сұраймыз. Жылқы ұстау үшін көмек керек. Асыл тұқым айғыр керек, оны бағатын жер керек.
Жем тоже қымбат бәрі. Қабы 5-6 мың тұрады. Кебек 2-300. Аймақтар арасынан әзірге шаруаларға қарайласып отырғаны Павлодар облысы әкімдігі ғана. Өңірде азық-түлік корпорациясы арқылы қайтарымды жем-шөп беру механизмі іске қосылған. Тап осындай шараны мына Ұлытау облысы, Ақмола облысы, басқа да облыстар осындай шараларды қабылдау керек. Себебі ол Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан облыстарында, мына Қостанай облыстарында күзге жиналған астықты сата алмай отқан шаруалар көп қой. Ал неге біз соны қазір азық-түлік корпорациясы арқылы шаруаларға үлестіріп, оларды күзде берешегін өтеу механизмін неге ұсынбаймыз? Павлодар облысын біз тәжірибе ретінде алып жатырмыз. Оларда осындай ауыртпалықтың өткеннен кейін жаңағындай қор құра бастады. Енді жаңа облыс әкімі де Ұлытау ауданында да осындай жағдай бірнеше ауылдық округінде болып жатыр. Тура осындай біздікіндей жағдай. Біздің шаруа қожалықтары мен мал иелері осы жерден бір сабақ алды деп ойлаймын. Негізгі мына алынған субсидияға тиімді жұмсауды қадағалауымыз керек. Қазгидромет наурыз айының 3-ші онкүндігінде күн райы күрт жылайтынын айтады. Демек, қазір қалың қардың астында сіресіп жатқан өлекселер иістене бастайды деген сөз. Ендігі мәселе. Оны бәрін жинап, өртейтін жер өрте керек айтпаса, скотомогильник деген болады. Өлген мал жатса сол шірейді, сасиды, шыбын қонады, құрттайды, биттейді қазақ айтады. Одан кейін неше микробтар тарайды. Басқа малдарға жұғады, ауырады. Ауданның ветеринарлық бөлімі әзірге тек жолдардың жиегінде жатқан 44 малдыңөлексесін жинап алған. Ен далада жатқандарын қатып тұрған күйде тиеп әкетуге асығатын түрлері жоқ. Себебі міндеттеріне кірмейдіміз. Айтып отырмын, санитарная очистка территории, бұл санитарлық тазалыққа жауап беретін әкімдік. Әр ауылда біздің өзіміздің ветеринарлық дәрігерлер бар, ветпункттар бар. Соларды бірге комиссия құрса, сол комиссияның құрамына қосып, бірге жинап, бірге атсалысамыз. Сонда әлі құрылған жоқ комиссия? Бүгінгі құрылған жоқ комиссия. Одан беріп, неге, не себеп? Не күтіп отырмыз сонда біз? Енді оны қалай айтсам оған. Әбден қардың, может, ерігенін күтіп отырған шығармыз. Инспекция бар бізде. Біз инспекцияға қалайғанда бағыныштымыз. Ал ветеринарлық инспекция асығар емес. Нақты ақпарат беруден бас тартып облыстағы бастығына қайта-қайта қоңырау шалумен шектелді. Берейін ба? Ауыл өлген жоқ ол біріншіден. Комиссия құрылған, тиісті іс-шараларды сол комиссия жұмыс жүргізіп атқарып жатыр жаңағы. Ақша бөліп жатыр жаңағы, жем-шөбіне бөліп жатыр деген сияқты. Сол жағдай болғандықтан біз ешқандай комиссия бере алмаймыз. Ол прямой жаңағы ауыл шаруашылық бөліміне тапсырды. Бересіз бе? Алло? Алло, спокойно. Бәрін айтта, бірін айт, ветеринарлық сала бойынша шаруаның шатқаяқтайтын реті бар. Себебі жылға жуықтада жоғардан қадағалау кем. Өйткені ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринарлық комитеті бастығының креслосы 8 айдан бері бос тұрған көрінеді. Мал шаруашылығы департаментіне де жаңа басшылықтың келгеніне небәрі бір ғана ай. Сонымен малдардың өлексесі көмусіз жатыр. Ал қырасында көктем, қауіппен қатер қатар қабысып тұр. Бұл проблемалардың қалай шешілетінін уақыт көрсетеді.